Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге алтын. Бүгін өте дәмді болып шығатын баклажаннан салат дайындаймыз. Ол үшін бізге баклажан қажет. Бір баклажан алдым. Видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Туралған баклажанды ыдысқа салып, үстіне кішкене тұз сеуіп, суық су құйып, бетін жауып 20 минуттай қойып қоямыз. Содан кейін қиярды тураймыз. Қиярды да ұзынша етіп турадым. Мен 2 қияр алдым. Бұл салаттың мөлшері 2 тарелкеге жетеді. Содан кейін болгар бұрышын тураймыз. Кейін қызанақты тураймыз. Оны да ұзынша етіп тураймыз. Осы каналымда түрлі салаттар рецептісімен бөлісемін. Барлық рецептілерді каналыма тіркеліп көре аласыздар. Тіркелу үшін осы видеоның астында подписаться кнопкасын бассаңыздар жеткілікті. Чеснокты ұсақтап тураймыз. Енді баклажанды салфеткаға қойып құрғатып аламыз. Су болмау керек. Сондықтан жақсылап құрғатып аласыздар. Дайын баклажанды табаға сұйық май құйып, қуырып аламыз. Тез қуырылады, 2 жағында қуырамыз. Енді бұл салатқа көк жуа тураймыз. Алдымен ыдысымызға қызанақ, қияр, болгар бұрышын, чеснокты, баклажанды, көк жуаны, тұз дәміне қарай, уксус қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Ас болсын, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.